Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздерге хит болып жатқан дубайский шоколадтың ең оңай, ең қолжетімді, ең дәмді рецептін ұсынамын. Кондитерлік дүкендерде өте қымбат бағаға сатылып жатқан катаифи қамыры мен фисташковая пастаны үй жағдайында қалай оңай дайындауға болатынын көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіз. Біз ең алдымен катаифи қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұн мен кукурузный крахмалды електен өткізіп аламыз. Егер кукурузный крахмал болмаса, картофельный крахмалды қолдануға болады. Оның үстіне бөлме температурасындағы суды және өсімдік майын қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйық қамырдың арасында іртіктері болмау үшін мен осылай ситаттан сүзіп алдым. Бетін жақсылап пищевой пакетпен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Мінекей 10-15 минут өткеннен кейін қамырдың консистенциясы тура осындай болуы қажет. Консистенциясы тура блиннидің консистенциясына ұқсайды. Катаифи қамырын табада пісіру үшін мен осылай бір рет қолдануға арналған кондитерлік қапшықтарды қолданамын. Егер сізде бұндай қапшық болмаса, жай ғана целлофан пакетті пайдалансаңыздар болады, немесе бакалашканың қақпағын инемен тесіп пайдалансаңыздар да болады. Пісіргенде ыңғайлы болу үшін осылай аз ғана мөлшерін қойып, осылай жақсылап орап аламыз. Осы кондитер қапшығының ұшын аз ғана етіп, кішкене ғана етіп, қайшымен қырқып аламыз. Менің қырққаным видеоға түспей қалыпты. Қырқып болғаннан кейін осылай бір тексеріп алсаңыздар да болады. Ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа салып қоямын. Бірінші табаны жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін оттың ең жай режиміне қойып, осы видеода көрсетілген етіп катаифи қамырларын айландыра отырып, табада пісіріп аламыз. Пісіріп аламыз дегенде қатты пісірмейсіздер, осылай кепкенше ғана ұстайсыздар. Небәрі 4-5 секунд қана ұстау қажет, одан артық ұстауға болмайды. 4-5 секунд өткеннен кейін осы катаифи қамырларының шеті кеуіп бастайды. Сол кезде осылай лопатканың көмегімен оп-оңай алып тастаймыз. Түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетейін. Осы қапшықтарды табада жақын ұстай отырып, осылай айналдыру қажет. Кондитерлік магазиндердегі осы катаифи қамырының бағасын көріп жағамды ұстадым. Оданша небәрі 200 теңгеге кукурузный крахмалды сатып алып, осылай катаифи қамырларын үй жағдайында 200 теңгеге оп-оңай жасап алдым. Мінекей катаифи қамыры дайын болды. Дәл дүкендегідей өте жіңішке, өте керемет болып шықты. Қамырды пісірмес бұрын осылай жайпақ дәу ыдысты дайындап алу керек. Осылай катаифи қамырын табадан піскеннен кейін алып, осылай ыдыстың үстіне жайып қою қажет. Дайын болған катаифи қамырларын жақсылап целлофан пакетке орап, мұздатқышта бірнеше айға дейін сақтауға болады. Катаифиді осылай турап аламыз да табада қуырып аламыз. Табанның астын қатты қыздырып, осылай сары майды ертіп аламыз. Одан кейін катаифи қамырларын салып, жақсылап алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Катаифиді үнемі араластыра отыра қуыру қажет. Мінекей катаифиді қуырып дайында болғаннан кейін осылай бір ыдысқа салып қоямыз. Оған дейін біз фисташковая пастаны үй жағдайында жасайтын боламыз. Бізге 300 грамм фисташка керек. Фисташканы осылай ыдысқа салып, фисташканың бетінен асырып су құямыз да жарты сағатқа қалдырамыз. Фисташка жарты сағат ыстық суда тұрғаннан кейін осылай қабығы оп-оңай алынатын болады. Басқа рецептерде осылай фисташканы суға салып қабығынан алмай, бүтін күйінде блендермен езіп паста жасап жатады. Ондай кезде фисташковая пастаның светі де, дәмі де өзгерек болады. Фисташканың светі әдемі әрі дәмді болу үшін қабығынан осылай тазалап алыңыздар. Одан кейін фисташканы противенге осылай бір текіс етіп шайып, духовкаде 50-60 градуста 2-3 сағатқа кептіріп аламыз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Ең соңында духовкаде 150 градусқа көтеріп, 1 сағатқа тағы да кептіріп аламыз. Осы фисташканы енді блендерден үгітіп паста жасаймыз. Бізге осындай блендерде езуге арналған ыңғайлы ыдыс қажет. Осылай блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Ең алғашқы кезде осылай фисташкалар шашырамау үшін осылай сүлгімен жауып аламыз. Одан кейін сүлгіні алып тастап, ары қарай үгіте береміз. Қасықтың көмегімен осылай әрдайым араластырып отырып үгіту қажет.
Шамамен 5 минут өткеннен кейін фисташка осылай сұйықталып бастады. Сол кезде біз шамамен 3 ас қасық сгущенное молоко қосамыз. Одан кейін егер сіздер қаласаңыздар, осы пастаның цветі анығырақ, қанығырақ өте әдемі болсын десеңіздер, осылай аз ғана жасыл түсті геловый краситель қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Мінекей біздің фисташковый паста дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Енді осы пастаны жаңа қуырып алған катайви қамырмен жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді шоколадты ертіп аламыз. Ең алдымен осылай шоколадты микроволновкада 1 минутқа ертіп аламыз. 1 минуттан кейін осылай ериді. Одан кейін тағы да 30 секундқа ертіп аламыз. Мінекей біздің шоколадымыз еріп дайын болды. Шоколадты осылай ертіп дайындап алғаннан кейін осылай формамызға жағып шығамыз. Өздеріңізге ұнаған кез келген үйіңізде бар формаға дайындасаңыздар болады. Мен әсемдік мақсатында осылай геловый краскалерді аз ғана жағып шықтым. Одан кейін еріген шоколадымызды жұқа етіп барлық форманың шетіне тигізіп жағып шығамыз. Формаға шоколадты жақ болғаннан кейін осылай екі шетіне сілгіп аламыз да мұздатқышқа 10 минутқа салып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін осылай қатады. Оның ішіне фисташковая салмасын салып жақсылап тегістеп шығамыз. Шоколадтың екінші бөлігінде микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз да фисташковая салманың бетінен аз ғана жұқа етіп жағып шығамыз. Шоколадты жақ болғаннан кейін осылай форманың екі шетінен жақсылап сілкіп, мұздатқышқа тағы да 15 минутқа салып қоямыз, немесе тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойсаңыздар дайын болады. Мінекей біздің шоколадтарымыз осылай формадан өте оңай алынады, өте дәмді, керемет болып шықты. Қазір осылай ыдысқа салып, кесіп көрсетемін. Дубайский шоколад дайын болды. Біздің хит дубайский шоколадтың түрі осындай өте аппетитный болып көрінеді. Енді қазір дәмін көріп, сізге шынайы пікіріммен бөлісемін.